Қайырлы күн достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Райхан. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға үй жағдайында жасалатын дәмді хот-догтың рецептімен бөлісемін. Булочкасын өзім жасадым. Булочкасының өзі жұмсақ керемет болып шығады. Мен енді сатып алмаймын, өзім қолдан жасаймын деп шештім. Сіздерге де кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып аламыз. Одан соң жылы суымызды құямыз. Одан соң 2 ас қасық қантымызды, содан соң тұзымызды саламыз. Сосын бір жұмыртқамызды салып жібереміз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды жартылай 2-ге бөлеміз, жартысын салып, содан соң үстіне 1 шай қасық толтырып дрожжымызды саламыз да, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып илейміз. Одан соң жарты қамырымызды салып жібереміз да, қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылай қолға жабысқақ қамыр болып шығады. Үстіне сұйық майымызды құямыз да, енді жақсылап қамыр илейміз. Мен описаниеде қанша көрсетіп кетсем, сонша ұн салсаңыздар, қамырларыңыз қолға жабысатындай жұмсақ болып шығады. Егер май құйып илеген кезде, ол өз көлемін сақтап осылай әдемі болып қалады. Енді үстін жауып 1,5-1 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандай көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бөлектерге бөліп аламыз. Осылайша қолымыздың көмегімен созып, қолымыздың көмегімен осылай бөліп аламыз. Мен 9 штук булочка жасадым. Қаласаңыздар 10 қылып жасасаңыздар болады. Осылай қолымыздың көмегімен созып аламыз да, хот-догтың булочкасының көлемін жасап аламыз. Енді екіншісін солай жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей жасап шықсаңыздар болды. Барлығын толықтай осылай жасап болғанымыздан соң пергамент қағаз немесе фольга төсеп, астына табамызға бәрін жайғастырамыз. Сөйтеміз да, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен кішкене ертерек аз қойдым уақытын, сіздер көбірек қойсаңыздар болады. 30-40 минут жеткілікті. Керекті заттарымыз сосиска, сәбіз салаты, огурцы, кетчуп, майонез. Мінеки барынша көтерілді. Енді үстіне сүт жағып шықтым. Қаласаңыздар, жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады. Толықтай бәріне жағып болған үшін, әдемілік үшін осылай үстіне күнжіт септім. Қаласаңыздар, егер сіздерге ұнамайтын болса, сеппесеңіздер де болады. Енді сосискаларымызды қуырып алу үшін табамызға сұйық майымызды құйып, алауымызды жағып, орта алауда қып-қызыл қылып сосискаларымызды қуырып аламыз. «180 градуста печкада қызып тұрған пісіп шықты. 20-25 минутта пісіп шығады. Осылай көтеріліп, жұмсақ қып-қызыл болып, әдемі болып. Енді бір булочкамызды аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ болып шықты. Осылай пышақтың көмегімен кесіп алып, егер көбірек тындырып қоятын болсаңыздар, булочкаларыңыз бұдан да көтеріліп шығады. Ортасы толықтай пісіп шықты. Енді ортасына бірінші сосискамызды салып аламыз. Сәбізден жасалынған, ол менікі дайын. Сіздер қаласаңыздар, өздеріңіз қолдан үйден жасасаңыздар да болады. Мен тұздалған огурцы, яғни қияр қостым. Өздеріңіздің қалауларыңыз қоспасаңыздар да болады. Қуырылған картоп қоссаңыздар да болады. Енді үстіне кетчупымызды құйып, одан соң майонезімізді құямыз.
Енді үстіне укроп сеуіп әдемілейміз. Дәмі де ерекше болып шығады. Енді екіншісін дайындап көрсетемін. Осылай барлығын дайындайсыздар. Ортасын кесіліп аласыздар жақсылап. Бірінші сосискамызды, одан кейін сәбізімізді саласыздар. Сәбіз салатымызды. Енді бұл екінші дайындағаныма мен тұздалған қияр салған жоқпын, себебі бірі ұнатса, бірі ұнатпайды үйдегілердің дегенде ғой. Бірақ дәмі өте керемет және свежий, бәрібір өзіңіз жасап көргенге жетпейді. Осылайша барлығын жасап, үйіңіздегі бала-шағаларыңызға, отбасыларыңызға әрдайым жасап беріп қуантсаңыздар болады. Менің өзімнің жолдасыма өте қатты ұнады. Нәсіп болса, үнемі осы рецептпен қайта жасайтын боламын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге мың алғыс. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен әлі талай керемет рецепттермен бөлісемін.